Сәлем достар, бүгін менің асханамда творог пен малинаны қосып, әдемі творожный пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Бірінші қамырымызды илеп аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары майымыздың үстінен бір жұмыртқамызды, қант ұнтағымызды салып, ұнымызды салып, қамыр қопсытқышымызды салып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қамырымызды илеп дайындап алдық. Енді ішкі салмасын дайындаймыз. Творогтың үстінен 2 жұмыртқамызды, 2 ас қасық 20% қаймағымызды салып, қантымызды салып, араластырамыз. Бізде қамырымызда, ішкі салмамызда дайын болды. Осы видеода көріп тұрғандарыңыздай өзінің қалпына саламыз. Қамырымызды дәл видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Үстінен творогымызды салып, малинамызды саламыз. Малинаның үстінен бір ас қасық кукурузный крахмал салдым. Алдын ала пешімізді қыздырып аламыз. 180 градусқа қойдым және де 35-40 минутта пісіріп аламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қолдау көрсетіп, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар.